Баршаңызға қайырлы күн көрермен. Негізі бауырсақты кез келген әйел заты жасай алады, бірақ мен өзімнің вариантымдағы бауырсақтың жасалу жолымен бөліскім келіп отыр. Ең алдымен арнайы ыдысымызға қайнаған ыстық суымызды құйып аламыз, және де бір қасық қантымызды, бір қасық тұзымызды салып жақсылап ертіп аламыз. Және де біздің бауырсағымызға сливочное масло қосылады. Егер сливочное маслоңыз холодильниктен жаңа ғана шыққан болса, осы суыңыз ыстық кезінде керек мөлшерде маслоңызды салып ертіп алғаныңыз дұрыс. Содан кейін ғана мен майым толық ергеннен кейін ғана сүтті қостым. Сүтімізді құйып аламыз, және де бір ас қасық майонезін саламыз. Бір ас қасық сметана саламыз. Сметананың проценті маңызды емес, кез келген сметана жарай береді. Содан кейін ұнымызды илектен өткізіп саламыз. Міндетті түрде ұн илектен өткен болу керек. Сонда оның арасына ауа барып жақсы көтерілетін болады. Одан кейін дрожжымызды салып, жақсылап жұмсақ қамыр илеуге кірісеміз. Негізі қамыр илеген кезде ең маңыздысы ол қамырдың июі қануында. Жақсылап илесеңіз, бауырсағыңыз жақсы көтеріліп, көпсіп пісетін болады. Қолға жабыспайтын, в то же время өте жұмсақ қамыр илейміз. Содан кейін илеп болған қамырымыздың бетін жауып, 40-45 минутқа жылы жерге орап қоямыз. Міне біздің қамырымыз көтерілді. Өте күшті болып көтерілді. Енді осы қамырды теңдей екі бөлікке бөліп жаятын боламыз. Құрметті көрермен, егер менің арнама тіркелмеген болсаңыз, менің арнама тіркеліп, видеоның соңына дейін қарап, ұнаса пікір қалдырып, лайк басып, колокольчик кнопкасын басуды ұмытпаңыз. Осылай зуала қылып алғаннан кейін қамырымызды тағы 5 минутқа бетін жауып қалдырамыз. 5 минуттан кейін жаямыз. Қамырды жайған кезде өте жұқа қылып жібермеңіздер. Жұқа қылып жіберсеңіздер, бауырсақтарыңыз қытырлап, онша емес болып шығады. Мен осындай арнайы бауырсақ кесетін пышақпен кестім. Дастарханның үстінде ыңғайсыз болып кеткеннен кейін, осылай мата дастарханның үстінде кесіп, бәрін қаз-қатар тізіп қойып, бетін тағы 15 минутқа жауып, тағы көпсуге қалдырдым. 15 минуттан кейін қызып тұрған майға салып, осылай пісіріп алдым. Мен бауырсақты салғаннан кейін бір беті қызарғанын күтпей, сразу аударамын. Сонда бауырсақтарыңыз өте жақсы көпсіп, әдемі болып, екі жағы бірдей қызарып шығады. Мен негізі мұнда бауырсаққа майды көп құйып едім. Осы кезде бауырсаққа майды аз құйып қойыппын. Негізі көп құйсаңыздар өте әдемі болып піседі. Бір жағы қызарғаннан кейін екінші жағын аударып, тағы да екінші жағы қызарғанға дейін пісіріп алып, содан кейін майдан аламыз. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, бауырсақтар өте пышный, жұмсақ болып пісті. Арасы барлығы толығымен пісті. Дайын болған бауырсағымызды осылай алып, арнайы ыдысқа салып, оны кез келген жерге ұсына берсек болады. Бұл бауырсақтар өте дәмді.
кез келген адам жасай алады. Міне ішін қарасаңыздар, іші барлығы толығымен піскен, дәмі өте керемет. Сіздер де жасап көріңіздер, жасап көріп өз пікірлеріңізбен бөлісіңіздер. Сіздермен болған Салтанат.